Алдыңғы бөлімде біз операциялық жүйе терминіне тоқталдық және оған қойылатын талаптарды қарастырдық. Енді операциялық жүйенің жіктелуіне тоқталамыз. Операциялық жүйе компьютердің аппаратурасы мен қосымшаларды арасындағы интерфейс ретінде болатын бағдарламалық қамтама бөлігі. Операциялық жүйенің негізгі функциялары ол процестерді басқару, жадыны басқару, файлдарды басқару, қауіпсіздікті қамтамасыз ету және командалық интерпретация. Ең жиі қолданылатын операциялық жүйелер бізде ол Windows, Linux, Android, OS X, FreeDOS, iOS, BSD. Операциялық жүйе ресурстарын екі топқа бөлуге болады: бағдарламалық және аппараттық. Бағдарламалық ресурстар ол бізде процесстер, виртуалды адрестік кеңістік, енгізу шығару ішкі жүйесі және драйверларды айтуға болады. Аппараттық ресурстар ол процессорлар, жады және құрылғылар. Операциялық жүйе ядросы ол операциялық жүйенің негізгі функцияларын орындайтын модульдер. Бұл модульдер әдетте процесстерді, жадты, енгізу шығару құрылғыларын басқаруды қолдайды. Операциялық жүйе ядросының коды процессор жұмысының режимінде орындалады. Операциялық жүйенің кейбір компоненттері осы операциялық жүйе үшін стандартты форматтағы қарапайым қосымшалар болып табылады. Оларды операциялық жүйенің көмекші модульдері деп те атайды. Сондықтан көп жағдайда операциялық жүйе мен қосымшалар арасында шекара жүргізу қиынға соғады. Әдетте, қандай да бір бағдарламаның операциялық жүйеге тиістілігі туралы шешімді өндіруші қабылдайды. Даму бағыттары. Яғни тарихи буындарын атап өтуге болады. Бірінші нольдік буын, ол бізде алғашқы компьютерлерде операциялық жүйелер болмаған. Бұл алғашқы компьютердің пайда болуынан бастап 20 ғасырдың 50 жылдар ортасына дейінгі уақыт. Бірінші буын ол пакеттік өңдеу, мультибағдарламалық операциялық жүйелер, яғни 20 ғасырдың 50 жылдарының ортасында пайда болды. Екінші буын көп режимді операциялық жүйелер, нақты уақытты операциялық жүйелері. Ол 20 ғасырдың 60 жылдары пайда болды. Үшінші буын ол дербес компьютерлерге арналған операциялық жүйелер, желілік операциялық жүйелер. 20 ғасырдың 80 жылдарының басында пайда болды. Төртінші буын ол үлестірген операциялық жүйелер. 20 ғасырдың 90 жылдарының басында пайда болды. Операциялық жүйелердің жүктелуі, яғни функциялар мен міндеттері, мультипрограммалау және уақыт бөлу режимдері. Бірінші және негізгі жүктеу негізінде операциялық жүйені орталықтандыру дәрежесін жатқызамыз. Яғни бірінші операциялық жүйе бізде орталықтандырылған, желілік және үлестірілген болып бөлінеді. Ал орталықтандырған ол бір процессорлы және көп процессорлы. Бұл жүктеу операциялық жүйелер жасалатын аппараттық платформалар ерекшеліктерін назарға алады. Орталықтандырған операциялық жүйелер бұл жүйелер жалғыз локальды компьютер ресурстарын басқарады. Оларға алгоритм жағынан алғанда екі түрлі ішкі кластар кіреді: бір процессорлы жүйелер және көп процессорлы жүйелер. Желілік операциялық жүйелер. Мұндай жүйелер желі пайдаланушыларына нақты желілік аппаратураға қарағанда жұмыс істеуге ыңғайлы виртуалды машинаны ұсынады. Алайда пайдаланушы желілік ресурстарға қол жеткізу үшін әрқашан арнайы операцияларды орындайды. Желілік жүйелер үш негізгі компоненттен тұратын қосымша желілік құралдардан тұрады. Ол операциялық жүйенің серверлік бөлігі, ол яғни жергілікті ресурстарды және ортақ пайдалану қызметтерін ұсыну құралдары. Операциялық жүйенің клиенттік бөлігі, яғни алыстатылған ресурстар мен қызметтерге қол жеткізу сұраныстарының құралдары. Операциялық жүйенің транспорттық құралдары, ол дегеніміз желі компьютерлер арасында хабарламалар алмасуды қамтамасыз ететін құралдар.
Үлестірілген операциялық жүйелер. Олар желі пайдаланушысына желілік ресурстардың ашықтығының ең үлкен дәрежесін беретін бірыңғай орталықтандырылған виртуалды машинаны ұсынады. Үлестірілген жүйелер тығыз кооперацияда жұмыс жасайды. Желінің барлық компьютерлерін біріктіреді. Мұндай жүйелерде жұмыс істеу барысында қосымшаны іске асатын пайдаланушы оның нақты қай компьютерде орындалып жатқанын білмейді. Бұл жіктеудің қызықты негіздемесі бар. Яғни параллель және үлестірілген архитектуралар негізгі сипаттамасы деп ортақ немесе үлестірілген жадты айтады. Осыдан келіп есептеу жүйелерін екі классқа бөлуге болады. Күшті байланысты жүйелер, яғни бұған бірнеше біртекті процессорлардан және ортақ жад массивтерінен тұратын жүйелер жатады. Одан кейінгі екінші класс ол әлсіз байланысты жүйелер. Бұл әрқайсысының өз жадысы бар. Біртекті есептеуіш түйіндерінен тұратын жүйелер. Ресурстарды басқару алгоритмінің ерекшеліктері бойынша жіктеуге болады. Яғни бұл жерде көп есептілікті қолдау. Бір есепті операциялық жүйелер пайдаланушының компьютермен өзара әрекетін қарапайым әрі ыңғайлы ете отырып, оған виртуалды машинаны ұсыну функциясын орындайды. Ал көп есепті операциялық жүйелер қосымша түрде бірлесіп, пайдаланатын ресурстарды бөлуді басқарады. Бірінші кезекте ол бір мезгілде бірнеше есепті бір процессорде орындау мүмкіндігін береді. Көп пайдаланушылық режимді қолдау. Яғни бізде бір пайдаланушылық операциялық жүйелер бір пайдаланушының ақпараттарын басқа пайдаланушының санкцияланбаған қол жеткізуінен қорғау құралдарын ұсынбайды. Мұндай жүйелер ресурстарды бөлу мүмкіндіктерін ұсынбайды. Көп пайдаланушылық операциялық жүйелерде ақпаратты қорғау құралдары бар. Үшінші, ол көп ағындықты қолдау. Яғни, көп ағындық операциялық жүйелер процессорлық уақытты тек процессорлар арасында ғана емес, сонымен қатар процессордың жеке ағындары арасында да бөлу мүмкіндігін береді. Төртінші, ол көп процессорлы өңдеуді қолдау. Яғни бізде көп процессорлы операциялық жүйелер бірнеше процессорлармен жұмыс істеу мүмкіндігін ұсынатын ресурстарды басқарудың күрделі алгоритмдерін іске асырады. Келесі бөлімде аппараттық платформалар ерекшеліктері бойынша жіктелуін қарастырамыз.